Аман есенсіздер ме, қымбатты менің жаны жайсаң көрермендерім. Мен бүгін міне осындай творожный пирог деген қазақтың сүзбесімен жасалатын пирог пісіремін. Міне бірінші пирогтың қамырынан бастаймыз. Мұнда 400 грамм ұн. Описанияда бәрі жазылады. Тоңазытқышқа тоңдырылған майды күштен өткіземіз. Татығанша тұз саламыз. Қант саламыз. Енді разрыхителді қосамыз. Енді ванилин қосамыз. Оны да шай қасықпен 1 қасық. 1 тал жұмыртқа қосамыз. Қаймақ. Осылай біраз басын біріккенше вилкамен істейсіздер. Енді үйлеп болған қамырды қоя тұрамыз да пакетке салып, начинка дейді ғой, соған дайындаламыз. Осылай міне салапанда тұрған кезінде жақсылап мұжып үгітіп алдым. Міне енді сүзбенің үстіне қантымызды қосамыз. Оған енді жұмыртқамызды қосамыз. 1 бүтін жұмыртқа және жұмыртқаның енді келесі жұмыртқаның тек ақуызын қосамыз. Ванилин немесе ванилиновый сахар дейді ғой. Сондай қосасыздар. Бұны да міне кішкентай қасықпен 1 қасық. 4-тен 1-ін қамырдың алып аламыз. Оны пакетке саламыз. Астына пергамент қағаз төседік. Көлемі 30-35 сантиметр болу керек. Қалыңдығы 4-5 миллиметр болу керек. Bir тәрелке немесе бір табақ немесе міне осы формаменен бүйтіп із түсіріп алыңыздар. Тегіс емес жерлерін бүйтіп алып тастасаңыздар әдемі болады. Жан-жағын бүйтіп кесеміз. Міне енді бүйтіп бұрап, былай ішіне кіргіземіз.
бір бұрап қоямыз, ішіне кіргіземіз. Енді салмасын саламыз. Бисмилля деп. Егерде мынау қолдың сүзбесі, алған сүзбелеріңіз суы көп шығатын болса, онда сүзіп қойсаңыздар болады. «180 градуста 40-45 минутта піседі». Міне біздің пирогымыз дайын болды. Сіздерге мен кесіп көрсетейін. Бисмилля деп. Міне өте тамаша, буы бұрқырап тұр. Егерде менің видеом ұнаса, лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Сіздерде дәл осындай қазақтың сүзбесіменен пирог пісіреді деген ойдамын. Осылай пирог пісіріп жесеңіздер, шаймен ішкенге өте тамаша. Өте тамаша, дәмді екен. Келесі видеода кездескенше аман сау болыңыздар.